Баршаңызға сәлем, есімім Назира, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сізбен осылай үй жағдайында құйрықтың майын тұздау рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте керемет және дәмді, пайдалы тағам. Құйрықтың майы негізі адамның денсаулығына пайдасы көп. Суықталады, иммунитетті көтереді. Видеомды соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Бұл құйрықтың майын дайындау үшін мен 500 грамм құйрықтың майын алдым, жуып, тазалап, осылай бөліктерге бөліп, кесіп дайындап алдым да. Кастрюльде қайнап тұрған суға жарты сағат қайнатып пісіріп аламын. Құйрықтың майы негізі қатты пісіп кетпеу керек, шала пісіріп аласыздар. Кішкене тұз сеуіп жіберемін үстіне. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мен құйрықты қайнатып, дайындап пісіріп алдым. Енді түрлі дәмдеуіштермен маринадтайтын боламын. Ендегі дәмдеуіштер паприка, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, чеснок. Осының бәрін кезек-кезегімен, рет-ретімен жағып, тұзды көбірек себе берсеңіздер де болады. Негізі құйрықтың майы өзіне қажетті тұзды ғана сіңіріп алады. Осылай бәрін дайындап алам. Комментарий бөлімінде өзіңіздің ой пікіріңізді жазып қойыңыз. Және де болашақта менен қандай рецепт күтесіз, соны да жазып қойсаңыз тіпті жақсы болады. Мінекей мен маринадтап дайындап алдым. Енді осы дайындап алған құйрықты холодильникке 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямын, бетін жауып. Үй жағдайында осылай сіздерде дайындасаңыздар болады, өте дәмді. Видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін сізге көп рахмет. Аман сау болыңыз.